күн, құрметті көрермен, эфирде бағыт бағдарламасы және бүгінгі біздің бағдарламамыз бұл цифрлық Қазақстан, цифрлық серпіліс дейміз, жалпы қолжетімді интернет бағыттағымыз келеді. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Нұрсұлтан Нұрлан, Батыс Қазақстан облысының цифрлық технологиялар басқармасының басшысы. Студиямызға қош келдіңіз. Енді жаңа атап өткендей, сіздің сала ауыр болғанмен де өте қызықты, халық үшін көп жаңағы сұранысқа ие салалардың бірі. Сондықтан да сізбен бүгін осы біз цифрлық Қазақстан жөнінде ой өрбітсек, жаңа келе жатқан ұлттық жобалардың жөнінде айтып өтсеңіз, жалпы ауылдағы, қаладағы тұрғындардың интернет мәселесі бойынша да осы тақырып аясында сізбен әңгіме өрбіткіміз келеді. Қайырлы күн, рахмет осы шақырғандарыңызға. Негізінде жаңа форматта осы халыққа біздің басқарманың, жалпы осы саланың атқарып отқан жұмыстар жайлы айтқан өте өзімізге де қызықты, былайша айтқанда. Енді дұрыс айтасыз, біздің басқарма 2018 жылы құрылған болатын, ең жас басқармалардың бірі. Штатымызда 11 адам жұмыс істейді. Жалпы жаңа өзіңіз айтып отқандай, 3 бағытта жұмыс жасалады бізде. Ол ең бірінші цифрландыру, екінші бағыт телекоммуникация, байланыс, интернет мәселелері, және үшінші бағыты мемлекет көрсететін қызметтер. Солардың сапасына бақылау өткізу, жасау, мониторинг жасау дегендей. Енді жалпы 2018-ден бері бірнеше ұлттық жобалар, мемлекеттік бағдарламалар іске асырылған болатын. Сол 18 жылы, 17 жыл, 21 жылға дейін цифрлық Қазақстан өте ауқымды, өте маңызды мемлекеттік бағдарлама болды. Ол былайша айтқанда информационный Қазақстан, информациялық Қазақстаннан цифрлық Қазақстанға өтудің жаңағы кезеңі болды. Кезеңдерінің бірі. Егер де былай тарихқа үңіліп қарайтын болсақ, бізде негізі 2004 жылдан басталған екен. Ең бірінші егов порталы. Жай ғана порталдан басталып, сол кезде алғашқы жаңағы салық саласынан бастап, барлығы жаңағы электрондық үрдіске барлық декларацияларды, жаңағы процесстердің барлығы салық саласынан басталып, одан кейін егов порталы құрылып, еговтың өзі бірнеше кезең-кезеңмен әлі де дамып келе жатыр. Соның бір жалғасы ретінде жаңағы цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы құрылды. Және осы бағдарлама құрылғаннан кейін орталық мемлекеттік органдар өңірлерге де цифрландыруды жеткізу керек, осы жұмыстармен атқарылатын бір құрылымдық бөлімдер болу керек деп шешіп, сол Қазақстан бойынша цифрлық технологиялар, цифровизация бір жерде мемлекет көрсететін қызметтер архивпен қосылып, барлығы осы біздің басқармалар құрылған. Атаулары өзге болғанмен мақсатты бір басқармалар пайда болды. Басты мақсат жаңағы айтып отқандай 5 бағыт. Ол ең бірінші сол инфрақұрылымды дамыту. Себебі инфрақұрылым деген сол оптикалық желілер, радио байланыстар, байланыс сотовый операторлардың жұмысы. Ең бірінші сол инфраструктура. Кез келген цифровизация, ол инфрақұрылым болмай, ешқандай да бір даму болмайды. Сондықтан да 2018-20 жылдары бізде үлкен ГЧП проект болды. Ауылдарға оптикалық желіні жеткізу деген. Себебі үлкен аудан орталықтарының өзінде 3G, 4G байланыс болған жоқ еді. Онда тек қана 2G, тек қана сөйлесуге болады. Ал интернет кәдімгі Қазақтелекомның сынды мегалайн сияқты интернеттер болды. Онымен скорость шамалы, халық ондай бір жағынан ондай сұранысты болған жоқ. Жаңағы смартфондардың енді дамып жатқан кезеңі. Соңғы 5-6 жылда ғой енді сұраныстың күшейген. Соңғы 5-6 жылда сол оптикалық желіні алып келгеннен бастап, 3G, 4G байланыс нелер дамығаннан бастап, үлкен бір серпіліс, смартфонизация халықтың барлығы. Сонымен келе мемлекет көрсететін қызметтер барлығы осы цифрлық мемлекеттік бағдарламаның бір өзінің бір қалдырған септігі деп есептейміз. Сол инфрақұрылым, одан кейін мемлекет көрсететін қызметтерді дамыту. егов порталы деп айтамыз, егов порталы әлі де дамып келе жатыр, бірақ қазір фокус бізде смартфонға ауысып жатыр. егов мобайл деген бар, және де министрліктің ұстанымы мемлекет көрсететін қызметтерді тек қана егов мобайл арқылы емес, бір ғана қосымша емес, банктерде беру керек. Нарықтық ортаға
қойып, және де ол жерде конкуренция басталды. Енді ол кез келген банк үшін конкурентное преимущество деп аталады ғой. Олар осы қосымша өздерінің сервистері арқылы өздерінің брендтерін качать етеді, өздерінің жаңағы қосымша қызметтері мемлекеттік базаларға қосылып отырып, олар өздерінің продукттарын да жақсартып жатыр. Былай ойлап қарайтын болсақ, біз Қазақстан 2023 жылы әлемдегі 8 елдің қатарындамыз. Ең мықты осы мемлекет көрсететін қызметтері тарапынан. Ал жалпы цифрландыру бағыты бойынша 30-қа кіреміз. Бұл барлық салалардың ішіндегі Қазақстанның осы 30-ға кірген осы бір салалардың бірі деп есептеуге болады. Көрсеткіш жаман емес дейсіз ғой. Сол мемлекет көрсететін қызметтер, үшінші бағыты ол цифрлық сауаттылық. Жаңағы айтқандай, адами капиталды дамытпай, біз адамдарға тиісті осы құрылғылардың барын қалай қолдану керектігін, қалай жасау керектігін үйретпей, ары қарай ілгері даму қиын болатын. Сол 2018 жылы цифрлық сауаттылық курстары ашылды, бірнеше порталдар орталықтандырылған. Біздің өзіміз 2 жыл қатарынан, 3 жыл қатарынан ауылдарда, мектептердің базасында осы курстарды ұйымдастырдық. Бүкіл мектептер, информатика пән мұғалімдері, жеке мектептер жаңағы, солардың барлықтарына қаражат бөлініп, барлығын жаппай оқыту үрдісі болды. Сол адами капиталды дамыту, одан кейін инновациялық экожүйені дамыту. Сол жаңағы мемлекет бағдарламаның бір басты бағыттардың бірі. Ол кезде көбісі түсінген жоқ, бұл не үшін керек екенді. Бірақ инновациялық экожүйе деген ол жаңағы комьюнити деп аталады, ол сообществоны дамыту. Себебі компаниялар, бізде бірен-саран компаниялар бар, бірақ жаңағыдай жеке нарықтағы компанияларды дамыту арқылы осы сала дамиды. Ол инновациялық экожүйе көбінесе Астана Хаб деген Астанада үлкен бір орталық ашылды. Астана Хабтың арқасында бізде шетелдік инвестициялар тартыла бастады. Шетелдік жаңағы компаниялар осы Астана Хабта салықтық жеңілдіктер, түрлі басқа механизмдер, осы саланы дамыту үшін сондай бір мемлекет тарапынан бір жеңілдіктер беріле бастады. Соның арқасында қазір өздеріңіз көріп отырсыз, InDriver, мысалы, былтыр Америкадан бізде офисын ашып жатыр, көшіріп жатыр толықтай. Біздің Оралдың өзінде NetCracker деген компания бар. Ол американо-японский компания. Өте бір нарық, олар Қазақстанмен, ТМД елдерімен мүлдем жұмыс жасамайды. Олар тек қана Европа, Америка жақтағы телекоммуникация рыногындағы компаниялармен жұмыс жасайды. Kcell, Билайн сияқты шетелдегі Vodafone, Verizon деген сияқты үлкен компаниялардың приложенияларын жасап берді былай айтқанда. Солар біздің Оралда отырады, типограф зданиясында, және Алматыда филиалдары бар. 300 өте бір жоғары кәсіпті, высококвалифицированный деп атамыз, программисттер отыр. Олардың да инновациялық экожүйеге біздің Орал, Батыс Қазақстан облысының IT қауымдастығына үлкен септігін тигізіп отыр. Жаңа енді айтып жатсыз ғой, қолжетімді интернет деп жатсыз. Дегенмен де біздер қазір таңда енді білуімізше, айтуымызша, естуімізше барлық аудандарда интернет мәселесі болғанмен де, бірақ өте баяу. Әсіресе мынау жастармен кездескенде өте көп қойылатын мәселе, өткені кез келген басқа бағдарлар айтып жатыр, ауылға жастардың баруына бір қолайлы жағдай, инфрақұрылым дамыту, оның ішіне интернетті кіреді дедік қой. Сол алысқа кетпей қойық, Сырым ауданының өзінде интернеттің мәселесі өте төмен екенін біз байқадық. Өткені барған кезде сет ұстамайды деген сияқты. Екіншісі, мынау қазіргі таңда енді сізге қатысы бар жоғын білмеймін, байланыс операторлары. Билайн, Kcell, Теле2 операторлар дейміз, олардың күн санап қымбаттауы халық тарапынан өте көп наразылық туып отыр. Бұндай операторларды сіздің тарапынан бақылаулар жүргізіле ме, мониторингтер, осы бағытта айтып кетсеңіз? Жалпы негізі дұрыс айтасыз. Жаңағы 18-20 жылы бізде ГЧП жоба болғанымен, онда 81 ауылға ғана оптика желісі жетті. Және де басқа да Қазақтелеком алдыңғы инфрақұрылымның барлығын есептегенде бізде 140 ауылда ғана оптикалық желі бар. Ол дегеніңіз жаңағы 140 ауыл үлкен ауылдар тек қана, жаңағы 1000-2000 адам санынан тұратын.
Бізде 413 ауылдың ішінде әлі де бір 500-600 адамдық ауылдар бар, онда мүлдем оптикалық желі жетпеген әлі. Бірақ онда да қазір басқа технологиялармен байланыс жеткізіліп жатыр. Радиорелейлік деп аталады, радиорелейная связь деген сияқты. Соның есебінен қазір 250-ден астам ауылдардың барлықтарында 3G, 4G буынды байланыс жетті. Бірақ сонда да бұл байланыс саласы, былай айтқанда, бір күрделі организм сияқты. Себебі жылдан жылға трафик үлкейе береді. Себебі қазір TikTok бағдарламасы бар, YouTube, көбінесе енді YouTube қарайды. Видео контентті пайдаланады. Ол дегеніңіз жылма-жыл видео контенттің объем мөлшері көбейе береді. Мысалы, бұрын тек қана 480p мен көретін болса, қазір халық 1024-пен көреді уже. Качественный қала. Тіпті ауданға бармайық, біздің қаланың сыртында да Подсёпный, мысал үшін, Сартау, Зачагансты да ондай проблемалар бар ғой бізде. Негізінде байланыс операторлары, олар мемлекеттен жаңағы радио жиіліктерді алады. Ол дегеніңіз жер сияқты мемлекеттің ресурсы. Соны алған үшін олар өздеріне міндеттемелер алады. Соответственно, қалаларға, аудан орталықтарда тиісті сапамен олар жаңағы байланысты қамтамасыз ету керек. Бұл мәселені біздің басқармамен және де арнайы инспекция бар. Байланыс инспекциясы тікелей министрлікке бағынатын. Оларда жаңағы бақылау функциялары бар. Егер де жаңағы айтып отқандай Подсёпная, Теректі жақта бір жерде қаланың өзінде интернет ұстамайтын кезде, мен өзім өткенде Зачаганс жақта кетіп бара жатып, заправкаде төлейін десем, байланыс ұстамай тұр. Дәл сол жерде алдында e-өтініш деген бағдарлама бар. Сол e-өтінішпен адресті көрсеттім, метка жасап, уақытын көрсеттім, кешке жақын кеп тексеріңіздер. Жаңағы спид-тестпен кіріп, 1-2 мегабит көрсетіп тұрған жерін скриншот жасап, байланыс инспекциясына салып жібердім. Олар тексеріс жасап, одан кейін Билайн байланыс операторына штраф кесел болады, Билайн штраф салып, одан кейін барып, жаңағы бұл штрафтардың барлығы байланыс операторларына стимул. Сол бағытты базовый станцияларын қою керек екен. Келесі жыл жоспарлаған кезде олар сол аумақты қамтитын болады. Ол жерде енді жаңағыдай өзіңіз айтып тұрсыз ғой, көптеген енді өзіңіз көзбен көрдіңіз. Бізде мысалы қаланың қақ ортасында тіпті мынау проспекттің өзінде интернет өте шамалы ұстайды. 6L дейміз, бізде қазір енді 4G мен қосылатындар бар, барлығына бірдей жаңағы Қазақтелекомның интернеті жоқ дейміз ғой. Дегенмен де сондай бір олқылықтар болады. Связь байланыс ұстамайды. Керісінше жаңағыдай әртүрлі қазір енді әлеуметтік желінің дамыған заманы ғой. Жаңағы тэг етіп, оларды әлеуметтік желі белгілеп салады. Нәтиже жаңағы байланыс операторына штраф береді. Бірақ тұтынушыға ең басты e-өтінішпен жазу керек. Жаңағы ресми түрде жеткізу. Енді жаңа e-өтінішпен жазған өзінде байланыс операторына ғана, байланыс кесел болсын, актив болсын, оларға ғана штраф береді, ал тұтынушы сәйкесінше ешқандай бір қосымша ешқандай алмайды. Компенсация ретінде қарастырылмаған. Негізінде заңда егер де жаңағы сапасы төмен болатын болса, сіз нақты дәлелдесе, кез келген абонент дәлелмен жаңағы оператордың кеңсесіне барып, өтінішін қалдырып, компенсациясын алуға толықтай құқығы бар. Құрметті көрермен, оны да біліп жүріңіздер. Егер де байланыс ұстамаса, e-өтінішке хабарласып, жаңағы барлығын белгілеп, скриндап жіберсеңіздер, сіздер де жаңағы өздеріңіздің шағымдарыңызды орындауға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал енді аудан мәселесіне келетін болсақ, бұл шынында да жаңағыдай әлі де келе жатқан үрдіс. Біз облыс әкімімен де аудандарға шығамыз, халықтың мұңын тыңдаймыз. Қай жерде қандай нелер байланыс ұстамайды, бізде толықтай базамыз бар, барлық мәселені білеміз. Қазір осы шілде айында министр келіп кетті бізге, Бағдат Батырбекұлы. Сол кісімен облыс әкімінің арасында жол картасына қол қойылды. Жаңағы негізінде заң бойынша міндеттемелердің арасында бізде 250-ден жоғары қамтылмаған ауылдар бар. Соларды біз жол картасына енгізіп, 14 ауыл кесел компаниясы біз оның бәрін қамтып береміз деп міндетін алды. Бірақ сонда да ендігі мәселе 250-ден төмен ауылдар. 100-ден 250 арасындағы. Ондай бізде
100-ге жуық ауылдар бар. Халық тұрғыны ғой 200-ден. Халық тұрғындар жаңағы байланыс мүлдем нашар немесе жоқ ауылдар. Осы ауылдарға біз қазір Восток Телеком компаниясы бар, Қазақ Телекомның жаңағы дочерний предприятие деп аталады. Сол компания жұмыс жасап жатыр. Сонымен қатар қазір Билайн өткенде Билайн компаниясында басшылығы келіп кетті. Бұрын олардың позициясы 250-ден жоғары ғана ауылдарды қамтитынбыз деп айтатын. Бірақ қазір олар жаңағы әлеуметтік социальный обязательство дейді, жаңағы бір сол уақытта олар осы ауылдарға да кіретін дайынбыз деп айтып жатыр. Бірақ оған мемлекет тарапынан, жаңағы аудан тарапынан қазір екі жақты жұмыс жасайық. Себебі кез келген байланыс ол деген тек қана вышка емес, ол тек қана базовый станция емес. Бұл жерде бірнеше фактор бар. Былайша айтқанда вышка болады, вышканың үстінде базовый станция тұрады. Оның өзі 40 миллиондай тұрады бағасы. Мұнараның өзі, мысалы, тұрған ауылдың ландшафтына байланысты. Егер де ойда орналасқан болса, үлкендеу керек. Мысалы, 70-80 метрлік мұнара сол 100 миллионға дейін барды. 20-30 метрлік кішкентай мұнара 10 миллионға дейін тұрады. Қаражатқа байланысты. Және де ең басты нәрсе электр қуаты болу керек, жанында трансформатор болу керек. Соны әкімдік тарапынан электр қуатын және де мұнараны әкімдік жағынан біз көмектесеміз. Ал сіздер байланыс орнатасыз. Базалық станциясын қойып беріңіздер деп біз осылай бір қадам-қадаммен жайлап ауылдарды қамтып келе жатырмыз. Енді толық бүкіл аудандар осы интернетпен қамтылады деп қай жылдарға дейін прогноз бере аласыз? Онымен толықтай енді біздің қолымызда емес, сөздің ашығы. Себебі бұл нарық болғандықтан, бірақ 2-3 жылдың ішінде жағдай едәуір жақсаратынын мен сенімдім. Себебі оның да бір себебі бар. Себебі 24 жылдан бастап жаңа ұлттық жоба іске қосылып жатыр. Қолжетімді интернет деген 1,5 триллион ақша осы салаға құйылады. Оның 300 миллиарды ғана мемлекеттік болса, қалғаны жеке инвестициялар, байланыс операторларының. Соның есебінен біздің тек қана Батыс Қазақстан облысында 200-ге ауылға, 200, қазір 140 ауыл болса, сонымен қатар 200 ауылға оптикалық желі жетеді. Оптика не үшін керек? Түсіндіріп айта кететін болсам, оптикалық желі жаңағы айтып отырған байланыс мұнарасы, базалық станция, электр қуаты, байланыс мұнарасы. Бірақ байланыс болу үшін бұл жерде трансмиссия болу керек. Жаңағыдай сым келіп тұру керек, связь келу керек. Ол оптикалық болу мүмкін, немесе радио болу мүмкін. Қазір көбінесе кішкентай ауылдарда радиомен келіп тұр. Ол радио дегеніңіз ертең қыс мезгілінде ауа райы жел болатын болса, байланыс кетіп қалады. Көп адамдардың көбіміздің шағымы соған. Ал оптикалық желі болатын болса, ол жаңағы стабильность болады. Байланыс күштірек болады дейсіз ғой. Жаңа енді өз сөзіңіз айтып жатсыз цифрлық серпіліс жөнінде. Осы жөнінде бір ауыз сөз айтып кетсеңіз. Цифрлық серпіліс жаңағы ол былтыр 2020 жылдан 22 жылдай атқарылған ұлттық жоба. Көбінесе цифрландыру арқылы жаңағыдай технологический рывок за счет цифровизации науки деп аталады. Ғылымды дамыту. Ғылымның арқасында біздің облысқа қатысты бір 2 жоба іске асты. Оның ең бастысы жаңа жұмыс орындарын құру. IT саласына, жаңа IT экосистема деп аталады. Жаңа жұмыс орындарын құру және де Айқала деген жобаны дамыту. Айқала деген сол коммуналдық цон. Қазір осы мүмкіндік пайдаланып, мен бір айта кетейін. Қазір біз ол жобаны дайындап жатырмыз. Осы жыл соңына дейін іске қосамыз. Ол дегеніңіз жаңағы егер де біреу пәтер сатып алатын болса, немесе пәтердегі жылу, свет, суға қатысты договорларды перезаключение жасау, өзінің атын аудару. Ол тегін болады ма? Тегін болады, Бұрын біз әр монополистке бөлек-бөлек барып жүрдік, заключение, келісім шарт жасау үшін. Ал қазір бір портал жасалып жатыр. Сол порталға кіріп, керек құжаттарды сканерлеп, салып, соның есебінен үйде отырып жасауға болады. Ол да осы жобаның аясында жасалған
біздің батыс өңірінде іске батыс қосылатын. өңірінде іске қосылатын бір жоба. Енді көпшілік жаңа сұрақтар 109 бойынша келеді ғой бізде, колл-центрға бойынша. Осы 109 қаншалықты қазіргі таңда қалай жұмыс атқарып жатыр? Маңыздылығы бар ма? Иә, әрине. 109 жобасы Айкөмек 109 деп аталады. 2018 жылдан бері іске қосылды, 2019. Әсіресе бұл жобаны, енді сөзіңізді бөлейін, стоп ковид кезінде көп пайдаланған шығармыз. Стоп ковид кезінде. Стоп ковид жобасы болды, біз портал жасалды осы 109 базасында. Разрешение алу, рұқсатнама алу деген сияқтылардың барлығы. 109 негізінде бұлай әлеуметтік маңызы зор жобалардың бірі біздің басқармамен атқарылады. Ол да негізінде тұрғындар үшін бірыңғай байланыс орталығын қамту ең басты мақсаты. Себебі ауылдық жерлерде немесе қалада көбісі жаңағы электр қуатына, суға жауап беретін кім, оны көбісі білмейді. Сол үшін де бірыңғай номер 109-ға звондап тұрғындар кез келген сұрақтар, коммуналдық шаруашылыққа қатысты, лифтке қатысты болсын, мусорға қатысты болсын, жаңағы су, свет, кез келген сұрақтар. Қазіргі таңда байланысқа да қатысты консультациялар береді. Жаңағы медициналық кейбір нелерге де ол қызметтерді осы 109 арқылы консультация алуға болады. Сол жердегі сіздің, яғни мамандар барлық ақпараттандырып беріп отырады. Иә. Егер барлық сауалға, жаңағы барлық салаға құзыреттілік жетеді дейсіз ғой? Барлық сала деп айта алмаймын, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласына қатысты, жаңағы біздің байланыс саласына қатысты, осы заттарға. Ең бастысы ол тек қана Орал қаласы емес, бүкіл өңірге бойынша жұмыс жасайды. Өңір бойынша бірыңғай 109 нөміріне жаңағы кез келген белсендіден отырып та бізге сұраныс көп дейсіз ғой? Хабарласып жатыр. Күніне қанша адам хабарласады? Күніне бірақ жылына бір 90 мың, 100 мың шақты адам хабарласады. Күніне енді тоқтамайды енді бұл айтқанда. Круглосуточный режимде жұмыс жасайды. Арнайы мамандар дейсіз ғой. Енді жалпы жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, цифрлық серпіліс жобасы, ұлттық жобасы 2021 жылы басталды. Өкінішке орай Қазақстанда ол жоба енді өзінің мерзімін тоқтатты. Дегенмен де сол жобалардың ішінде бір болғаны мынау технологиялық және инновациялық бизнесті дамыту деген бір бағыт-бағдары болды. Осы жөнінде біздің облыста ол дамыды ма? Әлде біздің облыс әлі оған бейімделмеген бе? Технологиялық және инновациялық дамыту бойынша негізінде гранттар бөлінді. Бірақ бұл жоба арқылы ма, мен нақты айта алмаймын. Себебі ол кәсіпкерлік басқармасы арқылы жасалған іс-шаралар. Бірақ технологиялық экожүйені дамыту бойынша бұл жұмыстар атқарылды. Қазіргі жаңағы мен айтып кеткен Астана хаб орталығының аясында өңірде бізде IT хаб ашылды, және де жай хаб деген екі хабымыз бар. Ол хабтардың басты мақсаты неде деп айтатын болсақ, жаңағы айтқандай бізде студенттер бар, IT саласын бітірген. Олар IT кәсіпкерлікке кіргісі келеді, технологический предпринимательство жатылады. Соған бірінші бағыт-бағдарды алу керек. Қалай бастасам болады? Қай нишалар? Қай сала бос? Қай сала бос тұр? Нишалар қандай? Сол осы бағытпен бізде жаңа хабтар түрлі іс-шаралар ұйымдастырады. Жаңағыдай акселерация, инкубация, әртүрлі. Бұл жерде Казинновейшнс деген министрлікке тікелей бағынатын мекеме бар. Казинновейшнстың гранттары бар әртүрлі. Оларда біздің жай хаб арқылы қазір өтеді. Сол осы бағытта жаңағы студенттерге болсын, кез келген мектеп оқушыларына да біздің IT хабтар консультация береді. Сонымен қатар жаңағы тек қана бұл категория емес, қалыптасқан бизнесмендерге, мысалға біздің мемлекет тарапынан да бір сұраныстар болады. Кейбір жүйелерді жасау керек. Осы үшін де біз IT хабтар арқылы керекті компанияларды тауып аламыз, жаңағы келіссөздер жүргіземіз. Және де басты бір функциялардың бірі ол мектептер ашылды.
Екінші жыл болды, үшінші жыл кетіп бара жатыр қазір. Бағдарлама мектептері, школа программирования. 30 шақты, 50 шақты адам шықты осы 6 айлық курстардың есебінен. 50 шақты адамдардың барлығы дерлік жұмыстарға орналастырды. Жаңағы высокооплачиваемый деп айтады, өте бір жақсы. Жалақысы жоғары жұмыстар дейсіз ғой. Олардың көбісі қазір Астанада, Алматыда жүр. Енді бір ерекшелігі деп айта кетуге болады, бұл курстарды жаңағы өндірісте жүрген біздің IT хабтағы, IT ассоциациядағы компаниялардың өкілдері өздері оқытады. Ең басы практика жүзінде көрсетеді, сол арқылы ұштастырып. Және де өздерін айрықша көрсеткен студенттерді өздеріне жұмысқа алды. Сол үрдістің түлектері бізде қазір IT ассоциацияда жұмыс істеп жүр. Енді жаңа әңгіменің басында айтып кеттіңіз, өзіңіз цифрлық трансформация деген ішінде жаңа өзіңіз электронды қызмет көрсетілер. Әсіресе қызметтерді жаңа 5 минуттың ішінде тегін алу, қазіргі таңда тіпті мобильді телефон болса болды, барлық қызметтерді тегін алуды қарастырып жатсыз. Оған жаңа e-mobile дедіңіз, e-gov арқылы біздер қызмет аламыз. Жалпы осы процесс енді жасыратын ештеме жоқ. Қазіргі таңда көбісі e-gov арқылы, e-mobile арқылы кез келген тіпті зейнетақы туралы справкаларды, бүкіл справкалардың барлығын біздер аламыз. Бірақ жаңа өзіңіз айтып кеткендей, адамдарға тиімді банк жүйелері арқылы алу, приложениялар. Ол жаңа біздің қазір білетін Каспи, одан кейін қазір банк центр кредиті сондай бір функцияны өздеріне енгізген екен. Услуги жаңағы деп енгізіп қойған екен. Сол мәселе жөнінде қалай бізде қазір дамып жатыр? Бұл жерде ақпараттың құпиялығы, шектеулігі деген нәрсе, адамдардың жаңа жеке басының құпиясы деген нәрсе қарастырыла ма? Мысалы, мошенничество деген бар бізде қазір өте көп. Дұрыс айтасыз. Негізінде арнайы заң бар. Жаңағы о защите персональных данных деген арнайы заң бар. Осы 24 жылдан бастап КДП деген сервис неғылады, контроль доступа к персональным данным деген. Ол дегеніңіз ертең мысалға цонда немесе e-gov арқылы орталық базаларда сіз туралы ақпарат алатын кезде, кез келген ақпарат міндетті түрде сізге SMS келеді. Мынандай жүйе, мынандай банк немесе цон қызметкері сіздің мынандай данныға ақпарат алайын деп жатыр. Сіз рұқсатыңызды бересіз бе деп. SMS арқылы сіз жауап беріп, сөйтіп сол рұқсатпен бұл жаңағы жеке мәліметтерді сақтаудың бір механизмі. Себебі өзіңіз білесіз, қазір интернет алаяқтық көбейіп кетті. Ол жылдан жылға өршіп жатыр өте қатты. Сондықтан да бұндай бұл енді жаңағы дамудың бір арғы жағы деп айтуға болады, обратная сторона. Сондықтан да, бірақ банктердің қосымшасында олар жұмыс істегенмен де жаңағы сервистермен олар тікелей жұмыс істейді. Және де бұл жерде утечка туралы мен айта алмаймын, онда утечка болмау керек онда. Себебі базадан олар Smart Bridge деген арнайы сервис арқылы жаңағы нелерді алып отырады, информацияны. Олар тікелей толықтай ол базаға доступ жоқ. Тек қана керек нәрсені сол приложение арқылы, Smart Bridge арқылы неден алып отырады. Бұл былайша айтқанда бүкіл базаны олар скачать ете аламайды ондай. Жоқ, өйткені енді біздің көрерменнің жалпы халықтың айтуы бойынша e-mobile, e-өтінішке кіргеннен гөрі адамдарға тікелей Каспияға кіріп, бірден сол жерден құжаттарды алған, әлде қайда ыңғайлырақ тиімділік жасағанда халықтың банкі дегенде әңгіме жүреді мысалы халық арасында. Сол себеп сұрап отқаным ғой. Бірақ та енді кейбір нәрселерді біздер шынымен де Каспийдан банктың приложениялары арқылы ала алмайтын нәрселерді біздер жаңа e-mobile, e-өтініш немесе жаңа e-govтың сайтына кіріп алуға береміз. Одан кейін екінші мәселе, мынау e-govқа кейбір кезде халықтар 14-14 дейміз ғой, сізге қаншалықты қатысы бар. Звондаған кезде қазақ тіліндегісінде көбірек бос уақыттар болады екен операторлардың. Біз арнайы сондай бір тайный покупатель дейміз, жасадық. Ал орыс тіліндегісінде әрқашанда ояқта бос емес тұрады. Енді кейбірлердің сұрауы бойынша қазақ тіліндегісінде кейбір услугалардың атауларын бізге түсініксіз, түсінбей отырамыз деп
бірақ жаңа қазақшаға звондап, сосын өздерінің атауларын орыс тілінде алып жатқан ондай мәселелер де бар екен. Бұл маманның жетіспеуі ме, әлде сондай өзі күрделенген жүйе болғасын ба? Мен шынымды айтсам 14-14 біздің құзыретке жатпайды, тікелей ол министрліктің құзыреттілігінде. Бірақ енді өзімнің ойымды айтайын, жеке субъективті. Шынында да жасыратыны жоқ, бізде орыс тілді қызмет алуға перекос бар сөздің. Себебі бірақ қазақшаның үлесі де соңғы кезде көтеріліп келе жатыр. Ол да бір соңғы кезде тенденция қазақша сервистерді қазақша алуға, дамытуға, алуға көтеріліп келе жатыр сөздің аша. Жаңағы 14-14-тің жалғасы ретінде айтып кетуге болады, қазір видеоцон деген ашылды. Видеоцон деген ол арнайы бағдарлама. Отбасы банктерде, цондарда да, банктерде де жаңағыдай Face ID дейсіз ғой? Face ID емес, тікелей видеозвонокпен WhatsApp-та звондайсыздар, қызмет алады, барудың қажеті жоқ. Ең бастысы барлық қызметтерді солай алуға болады. Қатысты. Ол да бір халықтың әрі-бері жүрмеуіне, қызмет алуына кереметтейсіз ғой. Рахмет. Енді жалпы сіздің басқарма тарапынан тағы да осы халықтың өмірін оңтайлы үшін, жақсы өмір сүру үшін, тезірек ақпараттану үшін, цифрлық жағдай жақсару үшін тағы да қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Біздің өңірге тиісті. Өңірге тиісті негізі жобалар көп. Жағы коммуналдық цон айқала жобасы осы жыл соңына дейін іске қосылады, соны айтуға болады. Сонымен қатар біз жасаған buko.gov.kz порталы бар. Ол дегеніңіз бүкіл бағынысты мекемелердің, облыстағы бүкіл бағынысты мекемелер, мектептер, балабақшалар, медициналық ұйымдардың сайттарын барлығы орталықтандырылды. Ол да біздің басқарма арқылы өткізілді. Қазір әлі де жұмыстар жүргізіп жатыр. Smart City деген тұжырымда бар. Ол жаңағы техривоктың айтпақшыдай, ол да бір бөлігі. Айтуға. Smart City жобасы аясында бізде 25 базалық проект бар. Олар дегеніңіз жаңағы көшедегі видеокамералар, ол дегеніңіз ақылды аялдамалар, жаңағы айқала, пожарный датчиктер, счетчиктер, цифровизациясы, жаңағы автобустарда қолма-қолсыз төлем жүйесі. Осы жобалардың барлығы осы Smart City тұжырымдамасы аясында біздің басқарманың координациясымен іске асырылып жатыр. Мысалы, жаңа төлемдерді Орал қаласы әкімдігі енгізген болатын. Қазір енді транспорт басқармасымен бірлесіп облыстағы аудандарға енгізейін деп жатырмыз. Видеокамераларға келетін болсақ, Ақсай қаласында жақында 15 скоростимер деп айтамыз. 15 скоростимер қостық, 200-дей камера қосылды. Орал қаласының өзінде 2021 жылы 40, былтыр 15, келесі жылы тағы да 20 шақты камера қосылайын деп жатыр. Іске қосылады дейсіз? Камера емес, жаңағы жылдамдықты өлшеуіш құралдар. Және де жалпы камераларды қосылады. Қазақ телеком компаниясымен полиция тарапынан осындай қаланың қылмысты азайту мақсатында. Қауіпсіздік мақсатында, әрі цифрландырамыз, әрі қауіпсіздікті қадағалаймыз дейсіз ғой. Осы жұмыстар атқарылды. Рахмет. Енді құрметті көрермен, бүгін біздер цифрлық Қазақстан бойынша жалпы қолжетімді интернет дейміз, байланыс дейміз, цифрлық технология дейміз, серпіліс дейміз, бірнеше бағыттарды қозғап әңгіме өрбіткен болатымыз. Енді басқарма 2018 жылы, 18 жылы іске қосылғанмен де осыған дейін де түрлі жаңағы жобаларды дайындап іске қосылғанын көріп отырмыз. Солардың жаңа айтқан жарқын жобалардың бірі енді баршамыз көрген бұл Smart City. Одан кейін енді ақылды қала дейміз ғой, Smart City. Одан кейін жаңағы енді қазіргі таңда халықтың, қарапайым халық үшін керемет жобалардың болатын. Сіздердің жаңа айқала атты жаңа жобаларын көреміз. Сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Уақытыңызды бөліп
басқарма тарапынан жасалып жатқан жұмыстарды, жалпы мына ұлттық жоба туралы, жобалар туралы ақпарат бергеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Әрі де байланыста болып, тағы да жаңалықтармен бөліседі деген ойдамыз. Көп рахмет білдіреміз. Рахмет сіздерге де. Осындай керемет бағдарламада, жаңа форматта, негізі подкаст деген өте бір біздің қоғамда әлі де толық потенциал ашылған жоқ. Сол сіздер қолға алып, дамытып жатқандарыңызға, қазақ тілді контент дамытып жатқандарыңызға, осы мемлекеттік органдарды шақыртып, қандай жұмыстарын атқарып жатқанын көрсетіп жатқандарыңызға мен де алғысымды білдіремін. Рахмет.